Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ұзақ жолға дайындық аттануға. Olma? Bitmedi. Потом ретесі арақ ішінде де орын бар ғой. Біз міне деп жолға шықтық. Бүгін жол алыс. Көп болды олай алыс жолға шықпағалы. Жаңбыр жауып бастады. Качественный, хороший, вот, брат, качественный. Потом узундар можно не. Вот качественный, хороший спиннинг. На полном показу. 23 грамм его можно использовать. 23 грамма можно кидать блесну. Так любую он рыбу выдержит. Ну, тоже сразу положить. Подскажешь, как поехать в Ли? В Ли? Сейчас подскажу. Смотри. Вот так берете сейчас в данный момент. Вы едете, вот прямо едете. Süt pa? Екеуін ана жаққа апарамыз, е? Аха, екеуін артын, Екі-үш күнге мазаламайтындай реттеп беріп тастасақ. Теттей аюымызбен Алматының сәнін келтіріп тұр. Жұмысқа неше күн мазаламайтын қып заттарын апарып тастақ болды сонымен. Бұйырса жолға шығамыз. Сәлем, қалайсың? Ас болсын. Мынаны қайда қоямын? Ач үшін жалғастың ба не? Там өлдірген? Қазір әкелеміз. Бізде аю, тетті, логотип бар бір-біріне қатты үйлесімді. Шағы болсын барлығы жағынан. Бұл аю менің 2 жылдан бері қарай ойлап жүрген ойымдағы бейне. Персонаж деп айтады. Бұл жақта енді елдер аяғымен басып татып тастаған. Кішкене сәл обалдау, бірақ әдемі. Енді бұлай қарай түсу керек. Арбаттағы точкаға қалдырамыз. Сонымен ары қарай бұйырса боспыз. Бізге 2 күнге қанша килограмм көмір аламыз? 4 килограмм. Бұнда 2. 4 жетеді шығар. Әкенсе кете береміз ба? Жазу шығады. Ассалаумалейкум. Қайсыздар? Жақсы өзіңіз ғой. Бұл жер тұра берсе бола ма негізі? Қандай жол бұзушылық жасадық па біз? Жоқ, мал ұрлау, адам жетсін. Қазір менің құжаттарым. Енді келіздер ме? Иә. Ана жаңа атын дейді? Комсомол деген алдыда, комсомол деген. Қазақстан деген. Қазақстан. Рахмет. Жақсы, аха. Бәсе, мен мал ұрлап жүрмін сізге. Алматыдан келіп мал ұрлап жүрмін. Қазақстан бағана кімге айтты ғой?
бәсе. Назимді айтты ғой, Қазақстан дегенге боласың деп. Ждалға несі басқаша бола бастады, ауа, иә? Ауасы. Иә. Бір ай, 2 ай, 3 айдан бері Алматыдан шығу. Настроение қалай? Күшті, өте керемет. Бүгін андай настроение болып барадыр. Балық ұстаймыз, демаламыз. Қаладан демалып, суетадан. Жеткенде осындай сайдың ішіне келдік, бірақ оңға, солға белгісіз қалай баратынымыз. Қай жақ дұрыс сияқты? Мынау ма? Мынау ма? Неге? Көрейік. Сондай сездің ба өзің? Сұрастырайын, е? Мынандай зон емес. Біз жабайы жер керек па? Бұлай қарай кете берсек болмай ма не? Сұраш. Қазір соқтай болайық. Ассалаумалейкум. Жақта қалай сонда? Қалай? Системасы. Заезд 3000 машинада. Осы жерге ма? Сосын? Біз тапшаны аламын десең, мына машина баратын жерлер 10.000 тапшан, аналар 7.000. Мына жерде де балық бар ма? Бар. 4 беді ма? Аха. Бір 2 күн қонамыз, палатка не істеп отыратын жер керек еді. Не шықты? Мынау қандай жақсы бизнес деймін да. Мынадан бір мен осы жердің иесі судық емес қой әрине. Алады да қоршайды да. Заезд 3000 теңгеден алып отыр. Не жаңа істер алады. Балықтар аса дәу емес екен бірақ. Бұл жерден қайттық. Өйткені қонып жатқанға, яғни 1-2 күн ыңғайсыз. Келіп енді балық аулап былай кетіп қалғанға болады. Айбек екеумізге мешайт ететіндер көп болса. Наурыз жүрегім дайындады. Не өзің көрінді. Вау. Анаған түспесең болмайды ау. Тұнып көрдің ба? Жүгіріп барып. Осы жерден қарашы, қай жаққа қарай ағып жатыр. Былай қарай, е? Айттым ғой, мұн жақтан келеді деп. Маған сесеш, тауда өскен боламын ғой. Мына қарасаң. Жағы уже өзінде емес көл болып кетті ғой. Geldik. Çoğdan balıklar görünüyor деген. Hani 2 balık ketip bardı.